Шындыққа әркімнің ақ бар таласы. Қазақстандағы факт-чекинг және медиа сауат подкастына қош келдіңіздер. Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Эфирде Шындық подкасты және оның жүргізушісі мен Жансерік Тілеухан. Бүгін біз Қазақстандағы факт-чекинг және медиа сауат подкастын жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болса, осыдан бір жылдай уақыт бұрын Шындық подкаст ең алғашқы эпизодтарын шығарып, Қазақстандағы белді мамандармен сұхбат жасаған болатын. Біздің Әсем Леспай деген әріптесіміз. Бүгін сол Шындық подкастын жалғастырмақшымыз. Биылғы жылдағы алғашқы эпизод жалған ақпарат жайлы, тұрмыстық фейктер, манипуляция және сонымен қалай күресуге болады, сол жайында болмақ. Естеріңізге сала кетейік, жобаны Медианет халықаралық журналистика орталығы және Конрад Аденауэр атындағы қордың қолдауымен жүзеге асырып жатыр. Бүгін бізде алғашқы эпизодтың қонақтары Фактчек.kz ресурсының тілшілері, журналистері Төлеп Маликов және Думан Терлікбай. Қош келдіңіздер, жігіттер. Қош көрдік. Қош көрдік. Жалпы қазір сіздерге сұрақты бірден бастайын. Өздеріңіз білесіздер, мынау әлеуметтік желіде, әсіресе мынау WhatsApp'та қазір жалған ақпарат осы коронавирус басталғалы бері толастамай тұр, иә? Күнделікті күнде біреу шығады, оны сіздер жасайсыздар, оның рас өтірігін анықтайсыздар, иә? Екінші шығады, одан кейін тағы деген сияқты. Сол проблема неде? Қалай ойлайсыздар, жалған ақпарат неге толастамай тұр? Меніңше, жалған ақпараттағы бірінші проблема ол қазір Қазақстан халқының, қарапайым өзімнің айналамнан алсақ, элементарно туысқандардан бізде билікке деген сенім аз деп ойлаймын біріншіден. Екіншіден, қазір біздің халық биліктегі премьер-министр болсын, президент болсын, әкімнің айтқанынан гөрі оларға өздерінің кумирлары, бір блогерлар, бұрын актерлар болсын, Инстаграмда әншілер болсын, вакцинаны жамандасын, олар билікке емес, соларға сенеді. Бірінші проблема сода деп ойлаймын. Яғни билікке деген сенім аз, иә, халықта. Соған андай ғой, билік меніңше билік өзінің сенім лимитін жоғалтып алды да, бітіріп алды да. Өйткені андай бір ертегі бар еді ғой, қойшы бала ауылға күнде жау шапты деп жүгіре береді. Халық сеніп қап қашады. Бір күн шынымен жау шапқанда халық қашпай қояды дейді, сен өтірік айтасың деп. Бірақ сіз шынымен жау шабасыз. Сол сияқты нәрсе да бұл жерде дейші, не кажется. Енді сіздер осы жалған ақпаратпен Қазақстандағы күресіп жатқан бір азын-аулақ әріптестердің бірісіздер, иә? Жалпы қалай күресіп жатсыздар? Мысалға бір материал дайындайсыздар, ол дайындағаннан кейін мысалы оны қалай сіздер бөлісесіздер? Мысалы WhatsApp болса WhatsAppқа бөлісесіздер ме, әлде сіздер оны достарыңызға айтасыздар ма? Сондай процесс қалай жүреді жалпы? Ақпаратты тексеру процесі ма? Тексеру процесі, тексергеннен кейін, ақпарат дәлелдегеннен кейін, соны бөлісу процесі қалай болады сіздерде? Біріншіден ол қарапайым сайтқа жарияланады, кейін әлеуметтік желіге. Мысалға, халық арасында бір кеңінен резонанс тудырып жатқан материалдардың желідегі парақшаларда да просмотрлары көп болып жатады. Сайтта да дегендей. Бірақ біздегі көп проблема, мысалға, Қазақстан халқының дегенде қарапайым халықтың эмоцияға ойнағанды жақсы көреді, өзіне эмоциясы қайсына ерік береді, соған сенуге дайын тұрады, бағана айтып кеткендей. Биліктен гөрі бізге қарапайым блогер, әншілер, жұлдыздар, сымақтарға, соларға сенгенді артық көреді бізге. Сосын егер шынымен резонанс тудырған хабарламалар, ақпараттар болса, ол халықтың өзі де бөлісіп жатады. Жоқ, қараңыздар. Ол енді жарайды, ол түсінікті жағдай. Мысалға сізді сайтқа шығарасыздар, әлеуметтік желіге шығарасыздар, ол енді әсемшіктердің жұмысы ғой. Бірақ именно сіздер қалай онымен бөлісесіздер? Мысалға WhatsApp'тан бір ақпарат тарады делік, иә? Одан кейін ол ақпарат сіздер көрдіңіздер, резонанстық бір жағдай болды. Сосын оны тексердіңіздер, жасадыңыздар. Сайтқа неге шықты? Мысалы ол енді түкпірдегі адамдарға жете бермейді ғой, солай ма? Мысалы көп адам сіздің сайттарыңыз жазылмаған, білмейді ол туралы. Шет жақтағы адамдар инста парақшаларыңыз білмейді. Сіздер тіпті білмеу де мүмкін, да? Сіздер осы жағдайда қалай жұмыс жасайсыздар? Ауыл-ауылды аралайсыздар ма, әлде қалай? Қалай арпалысасыздар? Жоқ, ауылды араламасақ та, қарапайым туыстардың ішінде расымен ауылға барасың, иә, туыстардың. Сонда айтасың осылай деп сенбей, жаңағы қырылысасың. Сөйтіп жүресің.
Вот проблема көрдіңіз бе, проблема сенбеуде. Сол сенім жағы. Яғни- Бұл жерде білесіз бе, сезім не үшін жаңа халық бір объективті, кішкене бір серьезный ақпаратқа қарағанда әлдеқайда бір ғылыми фантастикалық ақпаратқа сенуге құмар тұрады. Өйткені Роберт Сапольский деген мықты ғалым бар. Сол кісінің бір лекциясын тыңдадым да, сол жерде ол айтады: шизофреник адам мен сау адамның ортасында шизотипическое расстройство деген ол адамдар болады екен да. Ол екі категорияның ортасында тұрады, и ол анағында жатпайды, мынағында жатпайды. Вот сол адамдардың мышлениясы метамагический мышление деп аталады екен, ойлау жүйесі яғни. Сонда ондай ойлау жүйесіндегі адамдар көбіне ғылыми фантастикаға, таңғажайыпқа сенгісі келіп тұрады екен да. Мұндай нәрсе көбінесе біздің асыра діншілдер де байқалады екен. Өйткені андай мысалы әлем 7 күнде жаралған десе, ол тура сене салады да, соны тура қабылдай салады. Ол ойламайды, ол кішкене оны өркіту керек екен. Мысалы адам өлгеннен кейін де ол өмір сүреді деген нәрсені ол ойлайды екен да. Мысалы рух өмір сүреді деген секілді. Ол үшін негізінде адамның идеясы өмір сүреді деп қарамайды, ол тура мағынада түсінеді да. Вот біздің қоғамның көп бөлігінде енді қатты айтылған болса да, осындай шизотипический расстройство бар деп ойлаймын. Сол үшін сенуге құмар тұрады адамдар. Сіз құмар тұрады демекші, мысалға менде бір қызық оқиға болды енді. Жалпы өзіміз бір ақпаратпен бірінші болып бөлісуге әуеспіз, иә? Осы ақпарат мен бөлісейінші, мен бірінші болып айтайыншы деген сияқты. Сондай бір бізде бір не болады ішімізде. Менен де мысалға туысқандарымнан да, мысалға қарапайым айтатын болсақ, мамамнан да бір хабарламалар әлі күнге дейін келіп тұрады. Сол ойлайсың, не үшін бөліседі деген сияқты. Сонда ойлайды адамдар сондай бір ақпарат құмартуға әуес болып тұрады. Мысалы бірінші болып бөлісейінші, мысалы сіздерде де ондай нәрсе бар. Жалпы неге адамдар сол құмартуға әуес? Кез келген ақпаратпен, білмеймін, кез келген дүниемен мысалға қарапайым айтсақ. Фейк ақпараттар. Иә, жалған ақпараттар. Жалған болмаса да бір шындық ақпараттармен де мысалға да. Қалай ойлайсыздар? Сіздер енді осы салада бір психологиялық не бар шығар, себеп. Мысалға сіздер енді осы салада жүрсіздер, бәрін біліп тұрсыздар, бақылайсыздар, бақылау жүргізесіздер, адамдардың психологиясын кішкене біліп қалдыңыздар, иә? Жалған ақпаратты қандай адамдар таратады деген сияқты да. Енді осы тұста осы сұраққа бір толыққан жауап беріңіздерші. Мысалға, маған ең барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, біздің әріптесіміз Джамиля Маричева, сол кісінің сөзі ұнаған маған. Қазіргі таңда осы фейк ақпараттардың осылай кең тарап елдің қызыл зонада тұруына Министерство правдайды кінәлаған болатын. Себебі белгілі бір деңгейде вакцина келмес бұрын, вакцина салдырмас бұрын насихаттау процесі дұрыс жүрмеген, немесе фейк ақпараттармен күрес жақсы деңгейде жүргізілмеді. Мысалы, біз бар, басқа да кейбір сайттағы әріптестеріміз бар, кейбір блогерлар, мысалға медсаппорт бар. Олар барынша қазір халықты вакцинаның керек екенін және оның дұрыс екенін ғылыммен дәлелденген бәрін түсіндіріп жатыр, соның өзінде сенбейді да уже. Бұл жерде сосын мынандай не бар да, пандемия басталды. Бұл кейінгі жылдарда болған бір өте сирек жағдайда мұндай пандемия. Мысалы, алғаш басталғанда алдыда тұман болды, қараңғылық болды да. Ешкім ештеңені білген жоқ, не істеу керегін білген жоқ, қандай іс-әрекет жасау керектігін білген жоқ да. Сондай психологиялық қысым жағдайында жаңағы сіз айтып отқан ақпаратты бірінші болып бөлісу, жаңағы бірінші болып айту, көрсету, мен білем деген секілді бір өзінің эгосын қанағаттандыру екен бәлкім. Сондай нәрселер әсер етті деп ойлаймын. Сол кезде де дезинформация, мысалы, дезинформацияға немесе мисинформацияда сол кезде көп тұрады. Өйткені сол жаңағы белгісіздіктің алдында қорқыныш та бұл жай ғана. Бірақ енді кейінгі кезде қазір жағдай сол алғашқы COVID-19 басталғаннан өзгерді ғой. Қазіргі дезинформацияны қарасаңыз да өзгеше ол кезеге қарағанда. Әлдеқайда. Мысалы, ол кезде көбінесе коронавирусты үй жағдайында емдеу туралы әртүрлі содымен, чеснокпен, сарымсақпен, лимон, сондайлармен емдеу туралы болса, қазір тікелей вакцинаға қатысты фейктер көбейіп кетті меніңше. Тікелей вакцинаның өзінің жаңағы сапасына күмән келтіретін, оны әртүрлі зиян деп айтатын, сондайлар көбейген. Бұл жерде еще тағы бір проблема бар. Басқа әріптестеріміз ренжімесін, бірақ вакцинадан қайтыс болған туралы ақпаратты көбінесе қазіргі бақ
бұрмалап беріп жатыр да. Негізі оны түптің-түбінде зерттеп қарасаңыз, оның бір басқа ауру болуы мүмкін дегендей. Мысалға былтыр ақш-та бір медсестра вакцинадан соң қайтыс болды деген, бірақ ол қайтыс болмаған, оның бұрыннан бір судорога ұстайтын ауруы да болған. Ол туралы толық көрсетпей контекстсіз жібереді да. Содан кейін халыққа бұрмаланған ақпарат келеді. Яғни сіздер айтып отқан бағана фейктер, жалған ақпараттар, олар уақыт өте келе кәдімгідей дамып жүріп отырады. Өзгеріп отырады. Заман ағымына сай әлбетте өзгеріп отырады, иә. Енді бағана сіз Төлеп бір өзіңіз айтып кеттіңіз, мемлекет жеткілікті деңгейде бір жұмыс жасамай жатыр. Әсіресе осы ақпаратты беру жөнінен, осы халыққа бір түсіндірме жөнінен. Қалай ойлайсыздар, бізде елімізде халық арасында ақпараттық азшылық байқала ма? Яғни мемлекет бермеген ақпаратты халық басқа жерінен іздейді. Мысалға, мемлекет вакцина туралы толыққанды бір түсіндірме жұмыс жүргізілмегеннен кейін халық оны, немесе коронавирустың емдеу дейікші мысалға, жақсы түсіндірмелі ақпарат алмағаннан кейін халық оны өздерінің әріптестерінен, достарынан іздейді да. Яғни бір-біріне ақпарат таратумен айналысады. Яғни осы бір комбинация сол кезде пайда болды, сол кезде жүреді. Сол ойлайсыздар ма? Сондай ақпаратқа азшылық байқала ма елімізде? Әрине, енді оны қалай айтса болады екен. Басында айтып, мысалға жақында ақш Қазақстанды бармауға кеңес беретін елдердің тізіміне қойды өз азаматтарына. Неге? Себебі коронавирусқа байланысты тоже. Яғни коронавирус өршіп тұрған мемлекет. Өршіп тұрған. Мысалға ол барлығы сол белгілі бір деңгейде дұрыс насихаттың жүрмеуі да. Вакцинаның керек екені, дұрыс екені, және де мысалға қазір фейк тарататын өте блогерлар көп, бірақ оларға қарсы бір белгілі бір деңгейде осы қызық тақырып. Блогерлер біздің басты фейк таратушылардың біріне айналды. Олардың аудиториясы блогер дегенде сонда әлбетте барлығы емес. Мысалға біреуі бар, кеше ғана Шоқан. Одан бөлек бұрын Жайдарманда ойнаған қазіргі актер бар, Жакат Талиға байланысты. Енді блогерді тырнақша ішінде айтайық, олардың мысалы көп мыңдаған подписчиктері бар, жазылушылары. Солар негізі көбінесе фейк таратушылардың біріне айналды. Яғни олар өздерінің аудиторияларына бір жауапкершілікпен қарамайды. Әлбетте, ол адам болғаннан кейін кез келген жаңа хотя бы болмағанда 5 жазылушы болса да, соның жауапкершілігі деген сезіну керек қой. Ал мыңдаған, жүздеген мыңдаған адамның алдында жауапкершілікті мүлде сезінбейді. Бұл жерде мемлекеттің де позициясы өте қызық та. Мысалы, дезинформация жасап отыр. Тікелей қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіріп жатыр олар. Бірақ мемлекеттің тарапынан ештеңе байқалмайды. Ешқандай іс-әрекет. Яғни айналып келген кезде бағанағы блогерлердің өзі осы ақпаратты мен бірінші таратайын дегенде түсінік бар. Ол да бар. Сосын жаңа мемлекеттік ақпарат жетіспей ма деп жаттыңыз ғой. Ақпарат жетіспейтіні жетіспейді. Жетіскен күннің өзінде, халыққа жеткен күннің өзінде халық тарапынан сенімсіздік тағы бағана соны айналып келеміз. Халықтардың бір сенімсіздік байқалады. Одан бөлек мысалға бізде қателеспесем, Тоқаевтың ба, премьер-министрдің бұйрығымен каналдарда да насихат жүріп жатыр, вакцинаның керек екені. Бірақ қазіргі айналамыздағы адамдарға қарасақ, көбісінде каналдарға деген сенім азайып кеткен, журналистерге де сенім азайған. Журналистерге кәдімгідей кішкене қырын қарайтыны байқалады. Мысалға бізде қазір каналдардан айтып жатыр. Радио, мысалға газет, журнал, кез келген больницаға барсаң, ауруханаға барсаң да ол жерден айтып жатыр, көшеден де айтады. Одан бөлек тағы қандай нені тартса болады, қандай бір қоғамдық институтты тартса болады осы бір ақпаратты түсіндіру жөнінде, ақпарат тарату жөнінде. Қалай ойлайсыздар сіздер? Мысалға былтыр бұл жеткіліксіз ба, әлде осылармен біз түсіндіріп бере аламыз ба? Жоқ, негізі меніңше бұл жерде халықтың өзінің мәдениеті, жалпы санасы, қоғамдық сана дегендей нәрселер көп байқалды да сол кезде. Критикалық ойлау. Критикалық ойлау екінші уже второстепенный нәрсе секілді. Бұл жерде мысалы заң факультетінде оқып жатқан студенттердің өзі вакцина паспортын сатып алуға барып жатты да. Ең қорқынышты нәрсе. Мысалы бұл жерде көп проблема бүйтіп жиналып қалғанда көп нәрсеше, көп проблема үйіліп қалған. Мысалы заңды оқып жатқандар вакцина сатып алуға барды, заңды өздері тікелей бұзып. Бірақ олар не үшін заңға барды деген сұрақ шығады ғой енді бұл жерде ше. Не үшін заңға барды? Бұл жерде жаңағы шынымен заңгер болып, жаңағы бір заңгерлік этика, анау-мынау деген нәрседен мүлде бөлек
жай ғана диплом керек деген секілді түсінік бар да. Жай ғана диплом керек. Сол үшін заңға бара салды. Ол заңгер болғысы келмейді. Ол заңның не екенін білмейді. Олда ішкі тәртіп, ішкі мәдениет, ештеңе жоқ. Түсінесіз бе? Содан кейін проблема өсіп өсе береді. Қазір андай заман болды, ғылымға емес, көршісінің достары айтқан адамдарға сенеді адамдар. Халық көбінесе эмоцияға беріледі. Эмоцияға берілген деген жақсы нәрсе да халық үшін қарап тұрсаң ше. Бұл жаңағы бойға химия ұрады, ашуланады адам іштей отырып, жаңағы диванный батыр болып шығады. Отырып алып күйіп, соны талқылап барлығы бір глобальный нәрсені талқылағандай болады да, әлдеқандай жаңағы бір ортақ үкімет бар, бүкіл әлемді қырғысы келіп отқан, жаңағы золотой миллиард беді, сондай бір миф бар ғой. Мынандай қастандық теориясы. Мысалы сол секілді да, халыққа сол әлдеқайда ыңғайлы секілді. Ол шындық, өйткені шындық деген қарапайым нәрсе, ол неғып сенеміз деген сияқты. Тем более сенімін жоғалтқан ондай шын ақпаратқа, билікке дегендей. Яғни мен түсінгенім бойынша билік тек қана шын ақпарат таратпайды деген түсінікте бар халықта. Әлбетте. Яғни сол ақпаратты биліктің өзі бір манипуляция жасауы мүмкін деген ой бар, иә. Коррупция өрбіген мемлекетте билікке деген сенім болмайды деген. Әлбетте. Енді сіздер енді айтып отырмын бағанадан бері бақылап жүрсіздер, қарап жүрсіздер, жан-жақты әртүрлі саланы, әртүрлі саладағы фейктерді, жалған ақпараттар тексеріп жүрсіздер. Енді осы тұста жалған ақпарат қай салада көбірек байқалады? Яғни қай тұста байқалады, тарайды, пайда болады? Мысалға қазір көбінесе Инстаграмда ашып қарасаңыз, мысалға былтыр мынандай материал болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы түнгі клубта билеп жүр деген. Сол кезде былай қарасаңыз түрі ұқсайды ана кісінің, бірақ түптің түбінде зерттеп қарасаңыз, ол вообще Бразилиядағы бір тұрғын қалжыңдап Twitter парақшасына видео монтаждап салған. ВОЗ-ның басшысы карантин шараларын сақтамай қазір түнгі клубта билеп жатыр деп, оны қазір көбісі бөлісіп былтырғы уақытта. Одан бөлек қазіргі неде бұрынғы контексттерден бұрынғы елдердің лидерлары, мысалға Муаммар Каддафидің сөзін 2009 жылы Біріккен ұлттар ұйымында негізі айтқан әңгімесі мүлдем басқа, бірақ Инстаграмда былай таратты сол кезде. Адамдар вирусты өздері жасап, вакцинаны дайындап, бірақ уақытты созып күткізеді дейді. Оны кейін адамдарға сататын болады дегенде бір мүлдем басқа контекстта берген. Ал мысалға Каддафидің сол 2009-да Біріккен ұлттар ұйымында сөйлеген кезде ол мүлдем басқа нәрсе айтқан, себебі бұрынғы тұмауға байланысты біріншіден, екіншіден вакцинаның сондай уақытта сатуға болмайтынын, оның тегін болу керектігі жайлы айтқан. Енді бағана сіз айттыңыз ғой, жалған ақпаратты біреу твиттеріне салыпты, тағы біреу сөйтіпті, мынау бүйтіпті деп. Мысалға сол таратып жатқан адамдарға не пайда? Айтыңыздаршы, мысалға бір адам бір фейк шығарды, өтірік бір видеоны алды да, бір нәрсені алды қосып, әйтеуір білмеймін, қандай кез келген видео болсын, или бір нәрсе емдейді деген сияқты фейкті алып таратты. Енді мысалға ол адамға не пайда? Ол адам бір ойынан ақша ала ма, или осы нәрсені мысалға түсіндіріп беріңізші, осы нәрсені мысалға менің түсінгенім бойынша, мысалға Инстаграмдағы фейктер, мысалы Инстаграмның өзі фейктермен күресіп жатыр, фейк екенін көрсетіп қояды. Ол физически барлық материалға жасап үлгеру мүмкін емес. Меніңше көбінесе ютубтан келетін сияқты, себебі ютубта өте қастандық теориясына байланысты видеолар өте көп, соған сеніп адамдар желілерге таратады. Бірақ олардың не мақсат тұтатынын енді білу қиын. Қиын ба? Яғни олардың не пайда көреді? Иә, бұл жерде өйткені әртүрлі мақсат болуы мүмкін. Ол жерде әртүрлі адам таратуы мүмкін. Ол жерде нақты бірдеңе айту әлбетте қиын. Енді тұрмыстық фейктер туралы сөйлесейікші. Қалысқа бармай қойық, неге бармай қойық, өзінің қарапайым күнделікті WhatsApp-тан келіп жатқан, мысалға рассылкалар, WhatsApp хабарламалар, таралмалар, мысалға да ол сізге де келеді, бізге де келеді, барлығымызға келеді. Каспий банк осында беріп жатыр екен, Adidas өзінің бір бәлен жылдығына осындай футболка таратуда, осындай опросқа сұраққа жауап берді, өзінің неңді ал, тезірек бол. Қарапайым осы бір тұрмыстық фейкке осы туралы сөйлесейікші жалпы. Тұрмыстық фейктер көбінесе сол мессенджер арқылы тарайды. Жаңағы содамен емделу керек, анаумен емделу керек деген секілді. Мынаумен сол тез тарайды. Бұл өйткені жаңағы туысқандардың арасындағы чатта, достардың арасындағы чатта, ауылдастар деген чатта тарайды. Мысалға
былтырғы уақытта және олар сенеді бір-біріне ше, бұл жердегі басты проблема бір-біріне сенеді. Ол манипуляция ғой тоже. Мынандай менің бір танысымның танысы деп басталады да ол. Ол әлдеқайда сенімді, әлдеқайда жақын өздеріне. Мынандай ғой, халық таптар болады ғой. Жоғарғы тап, төменгі тап. Бұл төменгі таптардың енді төменгі тап демей ақ қояйын, бірақ жалпы сол бір социумның ішіндегі бір-біріне деген бір коллективті сенімді бұл жерде. Мысалға былтыр Қытайға қарсы фейктар көп болып кетті. Мысалға Құранға байланысты, Құранды бұлар канализацияға тастапты, енді Құдай соған жазасын беріп жатыр деген секілді. Бірақ ол Қытайда емес, вообще Сауд Арабиясында түсірілген сурет. Одан бөлек сол коронавирус пандемиясы енді басталып жатқан кезде мешітте жүрген қытайлықтарды көрсет, олар тәубесіне келіп Алладан кешірім сұрап жатыр дегенде. Бірақ ол қарасаңыз мүлдем басқа контексттегі видео. Ондай нелер өте көп желіде. Яғни тұрмыстық фейктер таралатын орта ол әлеуметтік желілер, иә? Оның ішінде WhatsApp көбіне, иә, бізде түсінгеніміз бойынша. Жоқ, иә, шынымен мысалы тұрмыстық фейктер мессенджерлер арқылы тарайды. Оның үшін жаңағы WhatsApp әсіресе көп тарайды дегендей, әсіресе WhatsApp бәріне қолжетімді ғой енді, өте ыңғайлы деген сияқты. Бірақ та есте сақтау керек, WhatsApp арқылы ешқандай ресми ақпарат тарамайды. Ешқандай бір сенімді ақпарат тарайтын жер емес ол. Ол тек қана ресми ақпарат көзі емес. Әлбетте, ресми ақпарат көзі емес ол. Содан кейін бұл жерде мен бір баста айта кететін нәрсе, WhatsApp-тағы ақпараттың жаңағы өтірік рас екенін анықтаудың ең басты бір фишкасы бұл жерде WhatsApp-та көбінесе тараған ақпаратта эмоция басым болады. Эмоция басым болған жерде, ол жерде демек күмәнмен қарау керек деген сөз. Қатты күмәнмен қарап, оны тексеру керек, іздену керек, сенімді ресурстарды бөле беру керек деген сияқты ғой енді. Мысалы WhatsApp-та андай ақпараттар көп. 15 рет бөліссең, осынша берілуі мүмкін деген. Ол көбінесе алаяқтардың бір жеңіл өздеріне адамды қақпанға түсіретін мекені ретінде ыңғайлы да ол. Яғни Думан, сіздің ойыңызша WhatsApp ресми ақпарат тарататын орта емес. Әлбетте. Мысалға бір ол тіпті сенімді ақпарат тарататын орта емес көбінесе. Мысалға өзіміздің қарапайым денсаулық министрін алайық, ол өзінің сайтына жариялайды ресми ақпаратты, Фейсбукқа, Инстаграмға желіде өздерінің парақшаларына жариялайды. Әлбетте. Мысалға, енді соңғы кезде WhatsApp Фейсбукқа қарайды, яғни Цукерберг қарасты. Олар да бір күрес өтетін жолдарын жасап жатыр ғой. Фейсбукта да, максимум WhatsAppта да мысалға осындай есеп беріп жатыр конгрессте. Есеп беріп жатыр. Осы тұста қалай болды сонда? WhatsApp-тың өзі күресіп жатқан күннің өзінде де осындай ақпараттар тарап жатыр, иә? Сонда түсіндіре кетіңіздерші, WhatsApp қалай күресіп жатыр осы жалған? WhatsApp дегенде қазіргі таңда енді Facebook бөлек күресіп жатыр. Ол жалған ақпарат болса жалған деп белгі қойып. Ал WhatsApp-та менің білуімше не бар? Егер көп бөлісілген аудио болса, фото болса, текст болса, ол сразу уведомление қояды. Бұл ақпарат көп рет бөлісілген деп. Себебі адамда ақпарат алған адам уже ойланады да, кішігірім болсын. Бұл ақпарат не үшін көп бөлісіп жатыр дегендей. Вот сондай моментте әрдайым ресми дерек көзге сүйеніп бір қорытынды шығару керек. Мынауыңыз жақсы идея екен, шынымен аха. Мысалға маған бір ақпарат келді, мен ақпаратты қараймын, бір фото тұр әдемі, соған бір мәтін жалғанған, астында мәтін тұр, тұрады да, осындай бір ескертпе тұрады, бұл ақпарат көп тарады деп аха. Яғни мен ойланамын, неге бұл ақпарат көп тарады деген сияқты да, мысалға. Бұл негізі жақсы әдіс екен шынымен де. Енді мынау халық арасында өзіміздің қарапайым сіздер қолданып жүрген терминдер бар ғой. Бағана айтып жатқан фейк дедіңіздер, манипуляция дедіңіздер, дезинформация бар, бағана конспирологиялық ойлар, сонымен қатар білмеймін, кез келген осындай терминдер халық арасында қалай түсіндіріліп жатыр? Халық оны қаншалықты біледі осы терминдерді? Фейк деген сөзді жақсы білу керек. Иә, ол фейк жайлы түсінікті. Қалғандары мысалға. Мен манипуляция жайлы түсіндірген кезде сұрайды ғой айналамдағы адамдар. Мен былай қысқаша ғана былай айтамын. Манипуляция ол шындығын асырып, жамандығын жасыратын кездер болады ғой. Мен солай түсіндіремін. Қарапайым тілмен бір түсінгісі келген адамға. Мысалы, факт-чектің өзінің бірнеше терминдері бар. Дезинформация, мисинформация. Мысалы, дезинформация ол жерде белгілі бір мақсат болады. Халық дегенде жаңағы сол аудиторияны
ақпаратты әдейі, қасақана бұрмалау, немесе жаңағы контекстін айтпай, негізгі бір жаңағы кликбейт секілді ақпараттың бір жерін ғана контексттен жұлып алып айту деген. Сол арқылы бұрмалап жаңағы бір халыққа әсер ету. Жаңағы эмоциялық тұрғыдан басқа. Мисинформация дегеніміз енді көбінесе, енді мисинформацияның да қазір бірнеше анықтамалары бар, енді бірақ та жалпылама айтқанда ол халықтың шынымен ақ, белгілі мысалы сізге бір ақпарат келді, сіз соған шынымен ақ сеніп, басқа біреуге жібергеніңіз, бөліскеніңіз. Енді сіз енді оны ол жерде бір қасақаналық жоқ та, бұл жерде жай ғана сенімсізде. Немесе сіз бұны бейсаналы түрде жасайсыз. Жай ғана бөлісе саласыз. Сіз оның арты не болады, нәтижесі не болады дегенді ойламайсыз. Сосын инфодемия деген бар. Инфодемия бұл ақпараттық пандемия. Бұл да өте қауіпті нәрсе. Мысалы бізде тарап жатқан кейбір фейктерді қарасаң, бұл батыс елінде тараған. Батыс жақта, Еуропада, Америкада, жаңа ақшта, сол жақта тарап бізге орысшаға аударып, жаңағы орыс тілді медиа кеңістікке кіріп, кейін бізге кеп, сөйтіп тарайды да. Одан бөлек сол аударылып келген фейктердің аудармасы қате екенін көрініп тұрады. Әлбетте, ол жерде қате, ол жерде шатаспасам Google аудармашымен аударады ғой. Қате аударылады. Мысалы жаңағы МРНК вакцинасы, Модерна мен Pfizer вакциналары. Солар адамдық генін өзгертеді деген секілді. Бізге мысалы вакцинаның өзі келген жоқ, қызық нәрсені қараңыздар. Ол вакцинаның өзі келген жоқ бізге. Бірақ сол туралы фейкке бөлгерді да. Өйткені медиа бұл бір жерде жаңа ақпараттық ағын деген ол өте тез ғой. Тез тарайды. Қазір енді мына өздеріңіз білесіздер, смартфонның заманы, осы смартфон пайда болғалы келгелі бері әрбір адам, яғни журналисттің қызметін атқарады, белгілі бір азаматтық журналистің бір өкілі бола алады да, мысалға. Сондықтан смартфон арқылы андай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп орталықта бір нәрсе болса соны түсіріп деген сияқты да. Мысалы Индиядағы оқиға секілді ғой. Бір блогер Индияда бәрі жақсы, каналдағы бәрі өтірік деген секілді видео түсіріп сөйтіп жіберетін. Сол кезде мысалы Индияда шынымен ақ шатаспасам, бір күнде вирус жұқтырған адамдардың 47% Үндістанның халқына тиесілі болған да сол кезде. Бір күн айтыр. Өткен күндердің бірінде дәл қай күн екенін ұмытып тұрмын. Бірақ та сондай ақпараттар тарап жатқан кезде Фейсбукта жаңағы белгілі бір адамдар бұл өтірік екен, мына блогерді қараңдар, Үндістанда бәрі таптана. Инстаграмда да блогер. Ешқандай жаңағы көшеде адамдарды өртеп жатқан жоқ. Бәрі жақсы. Бізде тым жаңағы ақпаратты ұлғайтып, жаңағы ойбай деп беріп жатыр деген секілді. Әлбетте бүкіл Үндістанның бүкіл қаласында, бүкіл жерінде, әрбір нүктесінде жаңағы адамды қойып өртеп жатпайды ғой. Мысалы, ол блогердің өзін қарасақ, ол бір Үндістанның халқы аз тұратын, вирус белгілі бір деңгейде көп тарамаған, сондай бір жерде жүр екен да ол. Сол жерде түсірген, өйткен, бүйткен, сол. Яғни, былай қараған кезде фейктер өте көп, аудармада болсын, кез келген дүниеде мысалға фейктер пайда болады. Енді сіздер жалпы осы фейктермен дәл қазір уақытта қалай күресіп жатсыздар? Қарапайым бір-екі мысалмен келтірсеңіздер жақсы болатын еді мысалға. Ол мысалға қандай фейк тарады? Мысалға ұшаққа байланысты көп тарады ғой, мысалға былтыр Маңғыстауда вирус шашып жатыр адамдарға деп. Ол биыл да тарады, қателеспесем, Түркістанда деген сияқты. Мысалға ол суретті бөлісіп қояды, ол негізі ол пожарный самолет, егер іздеп қарасаңыз. Ол пожарный самолет 2019 жылы Калифорнияда өрт болған кезде, сол кезде қолданғанда, сондай суретті видеоны қойып қойып, бізде вирус шашып жатыр деп қосып қояды. Еще кейбір адамдар барып, видеоға түсіреді ғой сол жерге барып, міне ізі қалды деген секілді кәдімгідей қазақша айтып жатады. Ол деген ол жаңағыдай абсурд дүние да. Ол сол жаңа айтқандай, қандай фейк тарады, қандай ақпарат тарады, сонымен күресу жаңағы, қай жағына күресу керегінде сол кезде белгілі болады. Мысалы жақында AstraZeneca вакцинасы шатаспасам 2018 жылы шығарылды деген ақпарат тарады. Бұл жерде жаңағы дәлел ретінде AstraZeneca вакцинасының сыртқы қорапшасына 2018 деген жазып қойған. Соны дәлел ретінде. Бұл қарапайым фотошоп мысалы или басқа бір псевдо ғалымдардың сөздері тарайды. Псевдо ғалымдардың жаңағы ол халық мысалы ғылыми терминдерді,
адамның организміндегі әртүрлі құбылыстарды, вакцинаның жаңағы басқаның қалай әсер ететінін ол халық біле бермейді ғой. Содан кейін аналар ақпаратты псевдоғалымдар былай бұрмалайды, былай бұрмалайды, былай әсер етеді дейді. Сеніп қалады халық содан кейін шынымен-ақ. Мысалы оны кәдімгідей беделді Science, Nature деген секілді үлкен журналдардың жаңағы нелеріне қарап отырып, жариялаған зерттеулеріне қарап отырып, немесе біздің Медсаппорттың ғалымдарымен, жаңағы дәрігерлермен ақылдасып отырып, сөйтіп рас өтірігін анықтаймыз. Мысалға, мына жердегі қарапайым логиканы алатын болсақ, мысалға, самолеттен вирус шашатын болса, ол вирус шашқан мысалға бізде халық кімді кінәлайды? Билікті кінәлайды ғой. Билікте ақымақ емес қой, мысалға, билікте қарапайым адамдар өз-өздерін уламайды ғой дегендей да, мысалға. И оның историясы бұрыннан келе жатыр да, мысалға. Бұрында да ақш-тағы факт-чекерлер бұның өтірік екенін, жалған екенін жазған болатын. Соның өзінде біздің елге ағылшын тілінен аударылып болсын тарап жатыр да әлде бізде желілерде. Мысалға, былтыр коронавирус пандемиясы уақытында Италияда не болды? Ислам дінін қабылдап жатыр дегендей. Бірақ ол түптің түбінде қарасаңыз, ол бұрынғы видеода, мысалы Гамбургте Қытайдағы Қытайда мұсылмандарды қыспақ қалған үшін соған қарсы митинг болып жатқан кез, бірақ оны басқаша жеткізеді бізде. Типа коронавирус пандемиясы уақытында бұлар тәубеге келіп ислам дінін қабылдап жатыр дегендей. Сосын біздің көптеген бақтар жаңағы дезинформация жасауға, жалған ақпаратты, тексерілмеген ақпаратты, немесе бір эмоцияға әсер ететін кликбейт ақпараттар тақырып қойып, кликбейт тақырып қойып, соған таратуға өте әуес. Оған көп сене бермеу керек. Мысалы, жақында вакцина кесірінен COVID-19-дың жаңа варианттары пайда болады деген ақпарат таратты. Мысалы, сізге делік бір WhatsApp-тан қарапайым бір ақпарат келді. Осындайды, осындай деген секілді. Немесе бір бақтың сілтемесі келді. Осындай деген бір ақпарат. Сіз, мысалы, бірінші сол ақпаратты, Google-ды бәрі қолдану білетін шығар. Сайт болса, сайттың ішіне кірсін. Сайтта ол біреуге сілтеме жасау керек. Мысалы, ол ковидке қатысты бір ғылыми ақпарат болса, осындай екен деген. Ол гиперсілтемесі болу керек. Кім жазды? Мысалы, бізде көбінесе Daily Mail деген ба? Daily Mail ма? Соған сілтеме жасайды. Соған кіріп өтіп көру керек. Ол жерде де гиперсілтеме болу керек. Ол бір ғылыми зерттеу жайында жазған болса. Сол ғылыми зерттеудің өзіне. Бізде сосын минустардың бірі, бізде препринт зерттеулерге сілтеме жасайды да. Препринт зерттеулерде сілтеме жасауға болмайды, мүлде оны жазып таратуға болмайды. Препринт дегеніміз ол ғылыми тексерістен өтпеген, басқа ғалымдар бағаламаған, оқып көрмеген, жай ғана оны зерттеудің ең алғашқы бастапқы кезеңдерінің бірі да, оны жай ғана барлығы көрсін деген мағынада ғана. Ол тем более бүкіл аудиторияға емес, тек қана ғылыми адамдар көрсін, жаңағы ғылыми айналысатын адамдар көрсін деген мақсатта жариялайды ол жерге. Соны бағаласын деп. Ол препринттен кейін ары қаратай тағы ғылыми журналдарға кетеді да, егер препринттен аман-есен өтіп жатса. Ал препринтте оның минустары айтылады, плюстары айтылады. Бізде сол препринт зерттеулерді жаңалық ретінде береді. Оны болмайды жаңалық ретінде беруге. Ол кең аудиторияға арналмаған ақпарат. Оны бірақ берген күннің өзінен ескерту керек. Бұл әлі толық зерттелмеген, бұл әлі жетілдірілуі мүмкін, немесе мүлде жоққа шығарылуы мүмкін деген секілді. Бізде көбінесе сол бағанағы бақтар кликбейт ақпарат жақсы көреді. Мысалға, видео тексергенде, бағана ұшақтың мысалымен келтірсек, мысалға YouTube-та тексеретін, YouTube-та жарияланған видеоларды тексеруге мүмкіндік беретін арнайы құрылғылар бар. Егер ол таппай жатса, не бар? Мысалға, сол видеодан скриншотты алып, Google-ға немесе Яндекске салсаңыз, ол бұрын қайда жарияланғанын көрсетті. Дәл солай жаңағыдай ұшақ туралы бір қастандық теориясына сенудің қажеті жоқ. Немесе фото тексерген кезде кейде источниктар болады, бір псевдоисточниктар. Сол источникті қарап көріңіз. Егер ол источник мүлдем жоқ болса, уже сеніп оған паника шығарудың қажеті жоқ.
Сосын мұндай ақпараттарда жарайды, сіз жаңағы сілтемеден сілтемеге өтіп келіп бір дерек көзі таптыңыз да. Ендігі басты сұрақ ол дерек көзге сенуге бола ма деген. Мысалы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сенуге тұратын ұйым да. Ол өте болады оған сенуге. Біріккен ұлттар ұйымына сену керек. Бұған да сенуге болады. Немесе соның айналасындағы. Бұл жерде жаңағы сіз ақпараттың жаңағы дерек көзі ретінде көріп отқан ұйым бар, басқа бар, оның репутациясына мән беру керек, альтернатив ақпаратты көру керек, сыни ой болу керек. Міне солай ақпараттың ақ-қарасын ажыратып отырасыз ғой. Рахмет жігіттер, уақыттарыңызды бөліп, осы бір тақырыпты талқылап, дискуссияға келіскендеріңізге. Алдағы уақытта сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, жобаны Медианет халықаралық журналистика орталығы Конрад Аденауэр атындағы қордың қолдауымен жүзеге асырып жатырмыз. Біздің жалпы шындық подкаст жобасының басты мақсаттарының бірі осы қазіргі таңда жүріп жатқан фейк ақпараттар, жалған ақпараттар, сонымен қатар адам құқықтары, сонымен қатар вакцинация, осы ақпараттарды толыққанды мамандармен сұхбат алатын боламыз. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жансерік Тілеухан. Көп рахмет. Тыңдаңыздар, оқыңыздар, зерттеңіздер.